Мен Шетпе гимназиясының 7-ші сынып оқушысы Сағынғали Елдос. Менің алдыма қойған мақсатым болашақта машина жасау, қарапайым механизациямен құрастырылған жаңа үлгісін жасау. Өзімнің алған мақсатыма сәйкес жасаған машинамды майдың орнына суды қолдана отырып, бөлшектерді қозғалысқа келтіруді жүзеге асыруды мақсат еттім. Жасалған үлгі бойынша бөлшектерді құрастырдым. Құрал-жабдық ретінде ағаш құралдары және суды қолдандым. Суды көлікті іске қосу үшін пайдаландым. Жасалу технологиясы. Ең алдымен бұл көліктің нобайын салып алдым және оны картонға түсіріп бөлшектерін қиып, бөлшектерін құрастырдым. Алдымен астыңғы бөлшегінен бастап құрай бастадым. Сосын үстіңгі бөлшегін құрадым. Және алдыңғы кранын іске қосу үшін суды арнайы шланг система арқылы іске қостым. Техниканы іске қосу үшін резинка, су, шприц қолдандым. Бұл көліктің негізгі атқаратын жұмысы ауыр жүктерді көтеру. Үлкен үлгіден жасап, мал шаруашылығына да қолдану болады. Назарларыңызға рахмет.